Баршаға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін гуляшидің өте жылдам, өте дәмді болып пісетін жолын айтатын боламын. Каналыма алдымен жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға картопымызды ашып, тұзын салып, бетін жауып пісіретін боламыз. Ал ол піскенше біз қызып тұрған табамызға аздап сары май салып, етімізді қызарғанша қуырып, оның үстіне пиязымызды салып, тұзымызды, бұрышымызды салып, тағы да 5 минуттай қуыратын боламыз. Одан кейін мен соя саламын, және де томат пастасын саламын. Бұл ерекше өте дәм береді. Әркім әрқалай істейді, ал мен осылай жасаймын. Және тағы да жақсылап араластырып, үстіне бір пияладай су қосып, астын баяу отта қайнататын боламыз. Ал оға дейін мен аздап ұнды қызарғанша қуырып аламын. Және де оның үстіне су қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз да біркелкі етіп. Дәл осыны біздің қайнап жатқан мына етіміздің үстіне құйып шығатын боламыз. Бұл өте ерекше дәм береді. Барлық сыры осында. Және де жақсылап араластырып, баяу отта 15-20 минут пісіріп алатын боламыз. Ал біздің картопымыз пісті. Мен оның үстіне сары май салдым. Және де жақсылап араластырып, 2 ас қасық майонез салдым. Және де блендермен жақсылап араластырып алдым. Сіздерде блендер болмаса, миксермен де істесеңіздер болады. Міне, менде біркелкі болды. Мен суын барлығын төгіп қойған жоқпын. Суын аздап алып қаласыздар. Әйтпесе қою болып қалады. Міне біздің етіміз де пісті. Етіміз өте жұмсақ, әдемі, дәмді болып пісті. Дәл осылай қалауларыңыз бойынша сәндеп бере бересіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Менің каналыма міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Қазақша YouTube-тың дамуына үлестеріңізді қосуыңызды сұраймын. Сіздермен болған Әйгерім. Қош сау болыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шықты.